Армысыз көрермен, эфирде жұлдызды жаңалықтар айдары. Сіздермен мен Жұлдыз Жәнібек, кеттік. Сүйінші тәуекел Мүсілім әке атанды. Шоу-бизнес жұлдызының жары оған ұл бала сыйлады. Отандық тележүргізуші әрі актер Олжас Әлжанов сторис бөлімінде қалың көпшіліктен сүйінші сұрап, өнердегі бауырының қуанышымен асыға бөлісті. Онымен бірге тәуекел Мүсілімді алғаш рет әке атануымен оның өнердегі ағасы Ерлан Бұхарбаев ерекше құттықтады. Желі қолданушылары бұл көптен күткен жаңалыққа аса қатты қуанып, алғаш рет балалы болған жұлдызды жұпқа өз құттықтауларын жаудырды. Тәуекел, махаббат, біз де қуаныштарыңызға ортақпыз. Сәбидің бауы берік болсын. Балаларыңыз көп болсын, ұлыңыз сізге тартсын, Тәуекел. Кішкентайдың бауы берік болсын, өзінің секілді үлкен азамат болсын. Мүсілім отбасын шын жүректен құттықтаймыз. Бұл сәбидің дүние есігін ашуын барша қазақ елге асыға күтті ғой. Құтты болсын, нәрестенің дені сау болсын. Димаш әйелінің қандай болу керек екенін айтты. Маған қандай қызын айт? Бұл сұрақ бәрін қызықтыратын сияқты. Аспанда әркімнің өз айы бар сияқты. Мен үшін не маңызды? Мен үшін ең бастысы әдептілік, ақылдылық, нәзік мінез, нәзіктікпен ерекшелену деді Димаш. Димаш Құдайбергеннің болашақ әйелі ең алдымен ата-анасын қуантуы керек деп жалғастырды Димаш. Сыртқы келбетке келетін болсақ, бұл әрине өте маңызды. Егер мен қазір сыртқы түрінің маңызды емес екенін айтсам, бастысы жақсы адам болу керек десем, бұл шындыққа сәйкес келмейді деп Димаш шындығын мойындады. Ал қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға. Қазақстандық танымал актер әрі әзілкеш Дәурен Айдарқұлов желіде ерекше видео жариялап, барша оқырмандарын ойландырып қойды. Өнер иесі өміріне әлдекімнің қайта оралғанын айтып, қызу талқы тудырды. Желі қолданушыларының басым бөлігі Дәурен Айдарқұловтың бұрынғы жары Ақбота Сейтмағамбетпен қайта қосылғанын болжап жазды. Белгілі актер Instagram парақшасында жариялаған видеосында халықты әлеуметтік желіде жазылып жатқан алып қашпа әңгімелерге сенбеуге шақырып, бар шындықты өзі айтуды шешкен. Друзья, часто бывает так, что люди получают какую-то недостоверную информацию с разных пабликов, с разных социальных сетей, информационных порталов. И чтобы такое недоразумение не получилось, я хочу здесь, на своей страничке, со своих уст сказать вам шикарную новость. Дело в том, что она вернулась. Точнее, я ее вернул. Было, конечно, нелегко, но мы сейчас снова вместе. Ну-ка. Вот она, моя кошка. Алайда өкінішке орай өздеріңіз көргендей көпшіліктің болжамы қате болып шықты. Желі оқырмандары актердің бұл әзіліне қатысты түрлі пікір білдірді. Бірі қалжыңды түсініп, оған күліп жатса, енді бірі оның бұл әрекетін аса ерсі деп санаған. Жұбың құтты болсын, бақытты болыңдар, қуанышты екенін көзінен көріп тұр. Одан да әйелдерімен, балаларымен айналыспайсың ба? Мысығыңды туғызып тастап кетпеш әйтеуір. Жаңа жыл түнінде 50 мың теңгелік отшашу атқан Айқын Төлепберген сынға ұшырады. Әнші видеоны TikTok желісіндегі парақшасында бөліскен. Бүгінде видеода 90 мыңнан аса лайк басылып, 2000 пікір жазылған. Ал жалпы видео 1,5 миллион қаралым жинаған екен. Так, 50 мың теңгенің салюты көрек қалай жарылатын. Еще 50 секунд, 50 тысяч тенге нет. Әншінің бұл әрекетіне қатысты пікірлер қақ жарылған. Бірі Айқынды сынаса, енді бірі қолдаған көрінеді. 50 мың теңге аспанға ұшты. Ақшанызды босқа құртыпсыз, біреулер 5 мың теңгеге жете алмай жүрсе? 50 мың теңгеге от шашу алғанша, отбасыма сыйлық алып бір қуантпаймын ба? Осы жұртқа таң қалам. Қанша мың теңгеге салют алып атса да өзі біледі ғой. Ақыл сынып қайырымды бол деп керемет барлығы. Главное, өздері бақытты ғой. Әр адам өзі білер. Біреуге 50 мың теңге 5 мыңның есебі, біреуге 5 мың 50 мыңның есебі. Өз еңбегі. Әр пенде өзі біледі ғой. Күнде атып жатқан жоқ, жылына бір атса өз еркі. Әнші Мадина Садуақасова сиыр сауып көпшілікті тәнті етті. Мадина Садуақасова ауыл өмірімен танысты. Әнші жаңа жылда ауылдағы ағайындарды құттықтап қана қоймай, үй тіршілігіне қолғабыс етті.
сауып боламын дегенше ийіп кететін болды-ау. Қорқып отырғаның көрініп тұр. Ауылдан шыққан қызсың ғой, не болды шошып? Жуас сиыр екен. Менің сиырым болғанда, бұлай сауғанда бірақ тебетін еді. Әнші қыздар жалаңаштанған видеосын сала бермей осындай үлгі көрсетсе ғой. Ринзо тобының әншісі шаңырақ көтерді. Белгілі болғандай, талай қыздың арманы болған Асқар Ахметтің жүрегін Майя есімді ару жаулап алған. Асқар Ахмет үйленіп алғанын әлеуметтік желі арқылы барша жанкүйерлеріне хабарлады. Жас жұбайлар карантин кезінде некелескен. Олар пандемия жағдайына байланысты үлкен той жасамауды жөн көрген. Карантинде үйленіп алған қандай дұрыс, е? Бір-бірлеріңізбен күшті жарасасыздар. Бақытты болыңыздар. Бүгінге осы, келесі шығарылымды өткізіп алмау үшін арнамызға жазылыңыз. Лайк басып, өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.